Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Былай бұйырса қазір бүгін 24-і 4-ші ай 2024 жыл. Былай бұйырса енді біз мына қалада жүргеннен кейін біраз нәрсені көресің, көп нәрсені байқайсың. Соны бір байқаған жаңағындай орталықта тура мысалы Астананың ортасында неше түрлі жаңағындай Қытайдың, оңтүстік Кореяның жаңағыны басқа елдердің жарнамалары орталықта бажырайып тұр. Былай қарасаңыз қатты мән беретін нәрсе емес әрине. Ақшасын төлеп жатыр, жаңағындай несін салықтар төлеп жатыр деген сияқты ғой. Бірақ та осы орайда айтайын дегенім, жалпы бізде бар ғой, қазақ ел, біз неге сонда жаңағындай қазір мүшкіл жағдайдамыз десек болады. Мүшкіл жағдайда сондай қазағымыздың қазір жағдайы онша емес десек болады дедік қой. Қысқасы айтайын деген, бізде патриоттық сезім, отан сүйгіштік патриоттық сезім өте аз. Яғни жаңағындай ұлтжандылық бізде аз болып тұр да, ағайындар. Біз қазағымыз өз елімізде өзіміз би, өзіміз қожа болуымыз керек. Біз қысқасын айтқанда біз кәдімгідей өзіміз мысалға дүние жүзінде 9-ші орында тұрған елміз ғой мысалға. Сондықтан өзіміздің қандай жерде тұрып жатқанымызды біліп, қандай ел екенімізді біліп, өзімізді сыйлай білуіміз керек бізді, ағайындар. Алла бұйырса, біз өзімізді сыйлай алсақ, психологтардың да, барлық мамандардың да айтатын сол, тренерлардың. Ең бірінші біз өзімізді сыйлауымыз керек, біз ағайындар. Сол кезде басқа ұлттар да бізді сыйлайды. Ал жаңағы мысалға жарнаманы неғып қаланың ортасында оны неге айттым десең, қаланың ортасында ең бірінші жарнама біздің өзіміздің ұлттық, отандық, қазақстандық компаниялардың жарнамалары тұру керек. Және сол мысалға біз өзіміздің жаңағындай ұлттық тілден басталады, ол тілден басталады. Содан кейін жаңағындай өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды қорғаудан тұрады мысалға. Мысалы өзбек ағайындарды қарасаңыздар, ала шапанын тастамайды олар. Қызда, ұлы да киеді олар. Сондықтан бізге де өзіміздің қазір Құдайға шүкір ақырындап ұлттық жаңағы киім-кешектеріміз жақсы келе жатыр. Дамып келе жатыр. Сол сияқты бізге қазағымыз ұйымшыл, тату-тәтті бола отырып, өзіміздің ұлтымызды қадірлеуіміз, білуіміз керек біз. Сол кезде біз мысалға өзіміздің намысымызға тырысып мықты болатын болсақ, сол кезде қыздарымызда мысалға басқа ұлттармен жүрмейтін болады, басқа ұлттарға жоламайтын болады. Ең бірінші біз қазақ елі, біз өзімізді сыйлай білейік, ағайындар. Құдай бұйырса, сол кезде нұр үстіне нұр болады. Жарайды қалқым, аман-есен саулықта болайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жан-жақты дамыған ел болайық. Жақсы.